Қайырлы күн, менің есімім Бақыт, мен сана орталығының спикерімін. Сіздердің сұрауларыңыз бойынша, яғни сіздерден бізге көп келген өтініш, ол тойда сөйлеудің мәнері. Яғни тойға барған кезде қысыламын, көпшілік алдында сөйлей алмаймын, адамдар мені тыңдамайды. Мен тост сөйлеп тұрамын, бірақ әркім өз-өзімен сөйлеп жатады. Болмаса адамдарға менің сөйлеп жатқаным қызық емес. Сөйлейтін кезде, ал не айтам, бақытты болсын деген классикадан ары қарай шыға алмай қалам деп жатасыздар. Біз сіздерге, яғни тойда сөз сөйлеген кезде қалай әдемі сөйлеу керек, қалай ұтымды сөйлеу керек, қалай әдемі жеткізу керек, сол жайында айтып бергім келеді. Ең біріншісі, қоңыр дауыста бастаңыз. Және де жоғарғы дауыста, яғни біз курстарда, сабақтарда айтамыз, 4-ші дауыста бастаңыз. Дауысыңызды қоңыр әрі 4-ші дауыста бастап айтатын болсаңыз, міндетті түрде бүкіл адам сізді тыңдайтын болады. Себебі сіз оның алдында сөйлеген басқа адамдардың сөзінен ерекшеленесіз. Одан кейін екіншісі, тост сөйлер кезіңізде әдемі қазақтың мақал мәтелдерін, нақыл сөздерін, болмаса би шешендердің бір айтылған ұтымды сөзін жаттап алыңыз. Болмаса сол баратын тойыңызға дайындап барыңыз. Қыз ұзату болса, қызға байланысты, қыздың тәрбиесіне байланысты. Сүндет тойға баратын болсаңыз, сол ер азаматқа, ер жігітке байланысты қазақтың керемет сөздерін жаттап барыңыз. Соны өзіңіздің тостыңызға қосып айтатын болсаңыз, сіздің тостыңыз ұтымды шығады. Және де үшіншісі, біз аңыз әңгіме деп айтамыз. Яғни аңыз әңгімемен байланыстырып келіп, осы оқиғаға байланысты, тойға байланысты тост айтатын болсаңыз, сіздің сөзіңіз ұтымды әрі көптің есінде қалады. Және де ең соңғысы, ән арнаңыз. Немесе сіздің бойыңызда жазушылық қасиетіңіз болса, ақындық қасиетіңіз болса, бір 4 шумақ өлең жазып барыңыз. Соны арнау ретінде арнаңыз. Бұл да ұтымды тост болады. Егер де сіз ән айта алатын болсаңыз, онда ән шырқаңыз. Бағанағы айтылып жатқан бақытты бол, және де тағы да басқа классикалық тосттардан сіздікі міндетті түрде ерекше болады. Мен сіздерге қазір қалай істеуге болмайтындығын көрсетемін. Ал досым, бақытты бол. Не айтамыз? Бәрі бақыт қой. Денсаулық болса бәрі болады. Тағы да біреуі, ол жай дауыста бастау. Ал не дейміз, бүгін мен айтайын деп жатқаным, 2 жас бақытты болсын, сол 2 жастың көтерген шаңырағы ғой, сол не айтам басқа. Және де тағы біреуі сізге микрофон берсе не істейсіз? Тост айту, ол да сахна, пайдаланыңыз. Сіздің алдыңызда керемет сөйлейтін, сөзге шебер адам сөйлеп кетті, одан кейін сізге сөз кезегін берді. Сіз не істейсіз? Мен енді бұл кісілер сияқты сөйлей алмаймын. Бұлардан кейін сөйлеу деген өз қиын ғой, бізге сөз қалдырмайды. Өзіңізді ешқашан төмен түсірмеңіз. Мен жаңа қалай жасамау керек екенін көрсеттім. Енді қалай жасау керек? 4-ші дауыста. Армысыздар, тойға жиналған тойшыл қауым. Яғни әрдайым нық, сенімді 4-ші дауыста бастаңыз. Және де тағы да айтарым, әрдайым сенімді сөйлеңіз. Кімге айтып жатқаныңызды бағыттаңыз. Мысалға, Олжас Назерке, бүгінгі көтерген шаңырақтарың биік болсын. Бүгін сендер қараша шаңырақ болып отау көтердіңдер. Енді бір 10 жылда ақ отау болып, 6 қанатты ақ керегелі отбасы болуларыңа тілектеспін. Деген сияқты қазақтың керемет сөздерін қолдана отырып тост сөйлеңіз. Және де ең соңғысы, ол қорқыныш. Қорқынышты жеңетін тапсырмалар, қорқынышты жеңетін жаттығулар бар. Мен оларды сіздермен басқа видеода бөлісетін боламын. Бүгінгі берген ақпаратым сіздерге пайдалы болды деп сенемін.